Баршаларыңызға қайырлы күн, менің алтын оқырмандарым, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге өте дәмді, сочный болып шығатын қатпарлы самса дайындайтын боламыз. Бізге бөлме температурасындағы суымыз, бір қасық тұзымыз, бір дана жұмыртқамызды салып, тұзымыз ерігенше жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз. Таза ыдысымызға дайындап қойған суымызды құйып, сетадан ұнымызды өткізіп, қатты қамыр илейміз. Осы самсаның ерекшелігі осы қамырында қатпарлы болып, әдемі болып, қытырлақ болып шығады. Видеомды соңына дейін көріп, қызықты, маңызды жерлерін жіберіп алмаңыздар. Маған каналыма тіркелмеген болсаңыз, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қалдырыңыздар. Сіздердің әр қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Қазақша каналдың дамуына үлестеріңізді қосып, қолдап кетіңіздер. Менің каналым өте пайдалы, тіркеліп алыңыздар. Түрлі рецепттер бар. Іздегеніңізді міндетті түрде менің каналымнан табасыз. Менің каналым кімдерге арналған? Асхананы сүйетін қаншайымдарға, жаңа түскен келіндер болса, түрлі қолжетімді тағамдар іздеп жүрсеңіз, міндетті түрде менің каналымнан табасыздар. Қамырымызды салапанымызға салып қойдық, енді салмасын дайындайтын боламыз. Менде жылқы еті мантыға турағандай етіп, 4-1-3 кішкентай бөліктерге бөліп турап алатын боламыз. Өте дәмді, ерекше болып шығады. Меруерт асханасымен бірге жасап, жанұяңызды қуантып қойыңыз. Міне біздің салмамыз, етіміз дайын болды. Енді 2 дана биязымызды турап салатын боламыз. Осы самсаның құрамын описание бөліміне қалдырамын. Сол жерден қарап, сіздерде жазсаңыздар, өте дәмді, ерекше, қатпарлы болып шығатын самсалардың бірі. Биязымызды турап, етіміздің үстіне салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Дәміне қарай тұзын бұрышын салатын боламын. Менде тұз алған ет болғандықтан аз ғана саламын. Сіздер дәміне қарай сала бересіздер. Зира салсаңыздар болады, өз қалауларыңызға байланысты. Жақсылап тұрып, қолдың көмегімен араластырып алатын боламыз. Менде осындай қолдың майы. Сіздерге де кеңес беремін. Қолдың майын пайдалануға, егер болмаған жағдайда сары маймен пайдалансаңыздар болады. Біздің қамырымыз тыныпты, 2 бөлікке бөліп, жақсылап тұрып тағы да илеп, 2-ші бөлігін жаятын боламын. Дөңгелек етіп, жұқа етіп жаямыз. Әдемі болып шығады. Меруерт асханасына тіркелуді, лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қазақша каналды қолдап кетіңіздер. Күнде жаңа рецепт салуға сіздер мотивация бересіздер. Күнде жаңа рецепт, түрлі рецепттер салып отырамын. Мені бақылап, қолдап жүріңіздер. Міне біздің бірінші қамырымызды жайып аламыз, дөңгелек етіп. Дәл видеодағыдай ерекше болып шығады. Видеомды соңына дейін көріп, қадағалап отырыңыздар. Барлық құпиялығы осы қамырында. Міне дөңгелек етіп қамырымызды жайып алдық, сармайымызды ерітіп, үстіне кешкінің көмегімен жағып шығатын боламыз, бір тегіс етіп. 2-ші қамырымызды да дөңгелектеп жайып шығамыз. Алдыңғы 1-ші қамырымыздың үстіне салып, одан үстіне сармайды жағып, шетінен бастап дөңгелектеп алатын боламыз. Дәл видеодағыдай жасасаңыздар, сіздердің
самсаларыңыз өте әдемі, жылтыр, қытырлақ болып шығады. Міндетті түрде менің каналыма тіркелуді, лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздердің әр пікірлеріңіз, әр қолдауларыңыз бізге мотивация береді, күнде жаңа видео салуға шабыттандырады. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Көбілеріңіз тіркелмей кетесіздер, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Осындай етіп дөңгелектеп алып, салапанымызға салып, тоңазытқышқа 2 сағатқа қалдыратын боламыз. Міне қамырымызды тоңазытқыштан шығарып алдық. Осындай етіп пышақтың көмегімен кесіп аламыз, қалғандарын дөңгелектеп қоямыз. Дөңгелектеп алған қамырымызды оқтаудың көмегімен дөңгелек етіп, жұқалау етіп жайып шығатын боламыз. Дәл видеодағыдай қарап, мұқият сіздерде жасап, жанұяңызды қуантып қойыңыз. Міне бір қасық салмасынан салып отырамын. Үйде жасаған самсаға не жетсін, өте тойымды етіп, салмасы молынан жасап, жақсы етіп жасаймыз. Сіздерде осындай қолдан жасап, дүкен сөресілеріне қойып сатсаңыздар болады. Кәсіп бастап кетсеңіздер де болады. Өте дәмді, ерекше болып шығады. Менің рецептіме міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Қамыры өте хрустящий, қытырлақ болып шығады. Дәл видеодағыдай 3 бұрышты етіп бүктеп алатын боласыздар. Bir дана жұмыртқамызды жарып, ортасындағы сарысын бетіне жағатын боламын. Ақуызын алып қаламын. Ақуызы бізге керек емес. Жақсылап тұрып, кескішінің көмегімен араластырып алып, самсамыздың бетіне жағып шығатын боламыз. Үйде болса, күнжуыт сепсеңіздер болады. Мен екеуінде септім. Нағыз болмаған жағдайда сеппей пісіре берсеңіздер болады. Менің каналымды Қазақстаннан өзге елдер, Қырғызстан мен Өзбекстан көреді. Міндетті түрде сіздер тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қалдыңыздар. Сіздердің әр қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Міне самсамыз әдемі болып дайындалып шықты. Осы самсамызды пешімізде 180 градуста 35 минуттай пісіріп аламыз. Әл пештің қыздыруы әртүрлі, сондықтан мұқият қараңыздар. Өте дәмді, сочный, қатпарлы, хрустящий самсалардың бірі болып шығады. Міне әдемі болып пісті. Енді тәлімімізге салып, әдемілеп, дастарханымызға, отбасымызға ұсынатын боламыз. Міндетті түрде менің рецептіме жасауды кеңес етемін. Ас болсын, келесі кездескенше сау саламатта болайық.